Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін порцияланған лимонды чизкейк дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте ерекше дәмді болып шығатын десерттің түрі. Ең алдымен негізін дайындаймыз. Бізге яғни сливочный печенье керек. Печеньемізді осылай ұсақтап аламыз. Үстіне майымызды ертіп қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Арнайы кекстің формасына бағана дайындаған печеньемізді маймен араластырған бәріне бірдей етіп салып шығамыз. Енді бәрін үстін жақсылап, яғни стаканмен тегістеп шығамыз. Енді осы печеньенің үстіне құятын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе қажет. Сүзбемізге жұмыртқа, қант және бір үлкен ас қасық қаймақ қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Міне дәл осындай масса болуы керек. Енді осы массамызды жаңа өзіміз дайындаған кекстің үстіне әрқайсына 2 қасықтан салып шығамыз. Бәріне бірдей құйып болып, 180 градуста ысып тұрған пешке қызарғанша пісіреміз. Енді үстіне лимонды конфи дайындаймыз. Бізге 2 лимон қажет болады. Алдымен желатинімізге суымызды қосып, жақсылап араластырып, шетке дайындап қоямыз. Және де түбі қалың ыдысқа суымызды, қантымызды, және де 2 лимонның соғы, және де лимонның цедрасын теркадан өткізіп, бәрін жақсылап араластырып, баяу отқа қайнатамыз. Енді осы массаның үстіне жаңа дайындаған желатинімізді салып, бәрін ерітеміз. Піскен кексіміздерді суытып, үстіне дайындап алған конфиімізді құйып шығамыз. Конфиіміз дайын болды. Үстіне енді осындай гранаттың дәндерімен, яғни анардың дәнімен әсемдеп шықтым. Сіздер де кез келген жеміс-жидектерді қойсаңыздар болады. Және де жалғыз жапырақтарымен әсемдедім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше болып шығады. Жасалуы өте оңай. Кез келген қонақта, яғни жаңа жылдық кештерде дастархандарыңыздың сәні болатынына сенімдімін. Ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.